Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен месопотамский тағамын пісіреміз. Еттерімізді ұзыншалап турап, соя соусымызбен араластырып, 30-40 минут холодильникке салып қоямыз. Және түрлі түсті болгар перецін ұзыншалап турап, қиярды да ұзыншалап турап шығамыз. 2 дана пиязымызды жұқалап турап шығамыз. Етімізді жақсылап қуырып, үстіне пияз салып, жақсылап бұқтырып аламыз. Үстіне сарымсақ, тұз, қант, бұрыш салып араластырып аламыз. Түрлі түсті болгар бұрышымен қиярымызды салып, шамамен 5-10 минут қуырып аламыз. Әдемілік үшін кунжут септім, жасап көріңіздер, сіздерге ұнады деп ойлаймын. Астарыңыз дәмді болсын.